Биылдан бастап тұрақты жұмыс жасай бастаған қаладағы тұрақтандыру қоры әзірге бір ғана сауда орнымен келісім шарт түзіпті. Онда күнделікті тұтынуға қажетті 11 тауардың түрі белгіленген. Олар ұн, күріш, құмшекер, күнбағыс майы, макарон мен жарма өнімдері. Сондай-ақ картоп, пияз, сәбіз секілді тауарлар төмен бағамен сатылуда. Біз ақшамен береміз, бұл кісілер өздері картопты алып, өздері қоймасына сақтап, өздері тұрады. Қазір оны мемлекет жасамайды, кәсіпкерлер. Бұл кәсіпкерлерге көмек, екіншісі біздің тұрақты бағаны ұстау, үшіншісі біз кәсіпкерлердің мемлекетке көмексі. Үш сұрақ. Әкімшіліктің бекітіп берген бағасы бойынша сатылып жатқан бұл өнімдерге бюджеттен 800 миллион теңге бөлінген. Алдағы уақытта бұл соманың көлемі ұлғаюы мүмкін. Өйткені халықтың сұранысын қанағаттандыру басты назарда дейді қала басшысы. Қазір бізге тағы да 19 наименование предлагать етіп жатырмыз. Біз қазір соны санап көріп отырмыз. Бізде Шымкент қаласы 3000 тонна құмшекер жейді ай сайын. Менде складта ең кемі күніге 2000-3000 тонна құмшекер тұрады на остатках. Қалада тұрақтандыру қоры бөлген арзан азық әзірге бір ғана Громад сауда орталығында сатылуда. Халыққа қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін алдағы уақытта сауда нүктелерінің саны көбеюі мүмкін. Келіссөздер нәтижесін күтіп отырмыз деген жауапты мекемелер, бірлесе жұмыс жасаймын деген кәсіпкерлерді қуана қарсы алуға дайынбыз дейді. Ал тұрақтандыру қорымен қоян-қолтық жұмыс жасап жатқан сауда орталығы артығымен арзан азықты алып қойыпты. Гүлнар Асқарқызы, Антон Семенов, Нарньюс.